Түркістанда қоғамдық көлік жеңіл автомобильмен соқтығысты. Нақтырақ айтсақ, қоғамдық көлік жүргізушісі Бекзат Саттарханов көшесінде өз бағытымен бағдаршамның жасыл түсімен келе жатқан. Осы сәтте Жібек жолы көшесіне бұрылып жатқан Opel Vectra көлігімен соқтығысып, жол апаты болған. Тағда полицейлер мас көлік жүргізушісін қамауға алды. Ақпаратты әрі қарай қылмыс топтамасын жинаған әріптесім жалғайды. Жол көлік оқиғасы салдарынан ешкім жарақат алмаған, ал жол ережесін бұзған Opel Vectra жүргізушісіне Түркістан қалалық полиция басқармасының Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 610 бабы 1 бөлігі көлік құралдар жүргізушілерінің жол жүрісі қағидаларын адамдардың денсаулығына зиян келтіруге, көлік құралдарының немесе өзге де мүліктің бүлінуіне алып келген бұзушылығы бойынша хаттама толтырылды. Осы ретте облыс полицейлері жүргізушілерге жол қозғалыс ережесін сақтауды ескертіп, жылдамдықты асырмауға кеңес береді. 2023-тің қаңтар айының 9 жұлдызы күні сағат 9:00-де Бекзат Саттарханов даңғылы бойымен қоғамдық автокөлікпен жеңіл автокөлік, яғни Opel Vectra автокөлігі соқтығысты. Соның салдарынан адам шығыны болған жоқ. Қазір тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Түркістан қалалық полиция басқармасының жергілікті полиция қызметі патрульдік полициясының қызметкерлері жүргізуші куәлігінен айырылғанына қарамастан мас күйінде қайта автокөлік басқарған облыс орталығының тұрғынын ұстады. Нақтырақ айтсақ, полиция қызметкерлері түнгі уақытта Түркістан қаласының Төреқұлов көшесінде Hyundai Sonata маркалы автокөлікті тоқтатады. Құжаттарды тексеру кезінде жүргізушінің ішімдік ішіп көлік жүргізгені және 2022 жылдың қараша айында мас халде көлік жүргізгені үшін 7 жылға көлік басқару құқығынан айырылғаны белгілі болды. Алайда жүргізуші қателігінен сабақ алмай, яғни көлік құралын басқару құқығын айыру мерзімі әлі аяқталмағанына қарамастан қайтадан құқық бұзушылық жасаған. Қазіргі уақытта ер адамға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 346 бабы алкогольдік есірткілік немесе уытқұмарлық масан күйде көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі мен көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізіліп, жүргізуші қамауға алынды. Болған оқиғаның толық мән-жайы анықталып жатыр. Түркістан қаласы Төреқұлов көшесі бойында Hyundai Sonata маркалы автокөлікті тоқтатып тексеру барысында автокөлік жүргізушісі Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 608 бабының 1 бөлігінде көрсетілген 1 бөлігімен кінәлі деп танылып, қайталап масан күйде автокөлік басқарғаны туралы анықталғанын жазып көрсеткен. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 346 бабының 1 бөлігімен сотқа дейін тергеп тексеру басталған. Қазір таңда күдіктіге қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылып, жеке бас шарасы қамауға алынған.